Күн шерефлеріңіз қайырлы олсын. Бүгін мартының 16-сы Векір межғалінің 1113 күнідір. Студияда Муслим Умеров чалыша бізім шымдыке эфирімізде бойле хаберлер. Құқықсыз референдум кечірілмесінден 3 ел кечті. Яқалану тәфсилатлары бірінші ағыздан. Сен чұқыр қазмаға білесің сорадылар. Киев Беледие бинасы янында көшіп келгенлерінің митингі кечті. Көшіп келгенлер үшін белгіленген паралар қайда кеткенini аңламаға істейміз. Қырымда танылмаған референдумдан сон 3 ел кечті. 2014 сенесі мартының 16-сында автоматлар намылсы алтында Қырым сакинлері Қырымның кележек статусы ве девлет мен сүплігі үшін рей бергенділер. Москва Русиге қошылмасы үшін қырымлыларының аман-аман 97% рей бергенini білдірді. Ләкин Русиелі мұстақил көзітшілерінің фікірінеже тек 60%-ға яқын инсан өз разылығынен рей берген. Референдум нетижелері вес салявчыларының келмесі ялан деп айтыла. Украина саляф нәтижелерін танымады, Авропа Шурасы ве Америка Қошма Штатлары да айны фикіріні пайлашмақта. Бүгін ишғал олынған ярымадада бұл вақияны күтлеви шекілде қайдетмеге планлаштыралар. Бұндан евел Қырым Девлет Шурасының бинасы огінде концерт репетициясы кечті. Крым – территория мира! Қырымда Ички районы заветная көю сакені Эмиль Мухтеремов тұтылған еді. Одыстынен банктан чықып машинасына минген вақыт ФСБ хадимлері оны арабасындан чықарып ФСБ бөлігіне алып кеткенлер. Кетіргенінден сон ялталы сакенлер ақында сорав кечірмеге тырышқанлар. Бірқаш сааттан соныны азат етіп, Қарасу базар Ички yoluna ташлап кеткенлер. Внутри были допросы, что, как я чем занимаюсь. İçeride sorgular keçirildi. Men nenen oğraşam, ne üçün Yaltada degilde evde yaşayım. Pek çok bir Yaltalı oğlanlar hakkında soradılar. Olarını bilem mi, ne üçün Yaltadan ketkenimni? Қарасу базар тарafına yol aldık. Yol boyu evde tintuf keçirip, anası ozunu nasıl alıp baracağını bakacaklar dedi. 3-4 kilometr keçtik. Olar sen çukur kazmağa bilesің mi soradılar. Men yok dedim. Olar ise şimdi sende böyle imkan olacak dediler. Yolbaşçılarından birisi küfür sözlerinin o bizge negi kerek dedi ve kettiler. Қырым адвокаты Эмиль Курбидинов, Эмиль Мухтеремовның яқалынмасыны сачма сапанлық ве 90-ынчы сенелерді кебе айдутларының әрекет тарзы деп адландырды. Делиллер олмаған Хизбут Тахрир жинайы ишлері бойынша бір шейні беле топламаға заруриетінен анлатты. Ахяр ішінде есе шатларының чоғысы ялан айтмаға редеттілер. Тағығат чаресі салға оғырады. Авропа парламентінде Қырымда инсан ақларының бозылулары ақында малюматлар сеслендірілген вақытта Русияның мақсус қызметлері өз терслікнен бұтын жематқа бізге сізін биянатларыңызға бір ве бізге бұ үшін бір шей олмай жағыны мақсус көстерелер. Қырсызланған Эрвин Ибрагимов ве сияси Мабиус Мустафа Дегерменжінің бабалары оғылылары ақында Авропа парламентінде тариф еттілер. Анда олар депутатлар үшін матбуат конференция кешіргенлер. Адвокат Эмиль Курбидинов есе умумен Қырымда олған вазиет ақында чықыш япты. Год и 10 месяцев он сейчас сидит в тюрьме. Ему ничего не могут толком предъявить. Суды у нас уже больше 70. Ай түрмеде ята, она қабат белгілі поламайлар. Бізде енді 70-тен зияде махкемелер кешті. Бүгінгі күнде оларда бір делил біле жоқ. Бұл вақиялар Қырым та Украина теркебінде олғанда өзберген еді. Біз оғлымызны не үшін махкеме еткенлеріні анламайым. Оғлымызны қабат етмек үшін бір делиліні біле кетіріп оламайлар. Оғлымның қабаты Украина территориаль бүтінлігі үшін барышық митингіне шыққанындадыр. В защиту территориальной целостности Украины. 300 метров до дома не доехал, останавливать его. Evge 300 метр қалды. Оны полиция урбасында олған ДПС хадимлері тоқтайлар. Машинадан шығып, оны Форд Транзит машинаға отырталар, сонки әнде о қачмаға тырыша. Ләкин оны йықып машинаға зорнен отырталар ве білгісіз тарафқа алып кетелер. Сізге мұражат етіп, бұл вазиетте олдықча ярдым сорайым. Ве о киби аз дегіл, пек чоқ. Обратиться к
к вам по мере возможности, что в этой ситуации помочь. И таких, как он, там немало. Очень большое количество. Нарушения прав человека уже слились в такую массу, что как репрессии по-другому это не назовешь. Инсан ахларының бозулуларны тек репрессия olarak adlandırmağa mümkün. Bu Kırım Tamır halkı, Kırım Tatarlar, Kırım Müslümanları, faaliyetçiler, jurnalistlerge karşı yapılgan repressiyalar. Biz uzak SSSR vaxtına qaytıq. Anda da mahkemesiz taksatçılarının kararı ile ruhi hastahanege yatkızaydılar. Biz sözünü Getto'da gibi duyamız ve buna da semirili takıqat yok. Biz şikayet ettik Kırım teritoriyasında olgan eposu yukarı instansiyalarga müracaat ettik. Bir cevap yok. Her şey kanunlu. Я прошу прощения. И на это тоже нет никакого эффективного расследования. Suriye paytaxtının merkezinde mahkeme binası üzerine bomba bağlı insan patlav teşkil etken. En azdan 25 insan elak olgandır. Binada çok insan var eken. Damastaki patlav Suriye prezidenti Başar Asad'a karşı yapılgan kutlevi hareketlerinin 6 yıl tolgan kunu yüz berdi. Sonki 5 gün devamında bu patlav Suriye paytaxtında yüz bergen ikinci kutlevi tecavüzdür. Cuma ertesi günü birkaç Şii tacısı ekili patlav neticesinde elak oldu. Donetsk ve Lugansk vilayetinden koçup kelgenler Kiev belediye binası yanında miting geçirdiler. Narazıcılar koçmege mecbur olganlar için mesken meselesini çözmege talap edeler. Kırım ve Ukrayna şarkından koçken milyondan ziyade insan öz evlerini terk etken. Onlar ne tazminat ne de hakimiyet yardımını almaylar. Kiralık daireler ile problemasının daha ziyade nefakacılar rast gelişti. Ben bir şeyini tapıp olamayım. Tölemege çarem yok. Genç kız ve oğlanlarga dairelerini kiraga da bereler. 67 yaşını ve Donetsk'ten koçmekini eşitkende mında telefon etmeniz deyler. Biz koçup kelgenler için belgelengen paralar, donorluk akçalar ve milyard evrolar kayda ketkenini anlamağa isteyimiz. Kiev yerli devlet memuriyeti devlet programmalarının eda etubu boyunca bir şey yapmay. Ne Klitschko yapmadı ne de onun muavinleri. Kırım Tatar xoreografik sanatının maestro Ali Alimov 90 yıllığını kaydetti. Meşhur oyuncu, xoreograf ve hoca yubileynen hayırlamak için yakınları, dostları, Uçan Su ve Fidanlar ansamblinin mezunları geldi. Ali'ga daima kavi sağlık uzak ömürler dilemek isteyim ki daima bizle olsun. Daima bizlerini daha ziyade teklif edip bizlerge daha ziyade dersler vermeye olan kısmet olsun ki daima bizle olsun. Allah onun sağlığını versin. Böyle sahip ülkelerimiz için çoktan çok sağ olun sizlerge. İnlerde, evlerde görüşük, toylarda, cinlerde, böyle İnşallah. 100 yılda. Ben 100 yıl yapacağım. Bu bizim sonki haberimiz edi. Aterli olunuz. Görüşmek üzere.